Азаматтарды республика аумағына қоныстандыру үшін үкімет еңбек күшін тапшылығы басым өңірлерді белгіледі. Бұл Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстары. 2024 жылға қоныс аударушылар мен қандастардың қабылдау квотасы 9483 адамды құрайды. Қоныс аудару бағдарламасына қатысу үшін әрбір азамат тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына жүгіну қажет. Қоныс аудару бағдарламасына қатысушыларға, олардың отбасыларының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көшуге бір жолға субсидиялар беріледі. Бір жыл ішінде ай сайын 15-тен 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тұрғын үйді жалға алуға және коммуналдық қызметкерлердің ақысын төлеуге субсидиялар төленеді. Сонымен қатар тұрғын үй салу, сатып алу немесе ипотекалық несиелер бойынша бастапқы жарнаның бір бөлігін жабу үшін экономикалық ұтқырлық сертификаттар ұсынылады. Төлем бір мезгілге тұрғын үй құнының 50% мөлшерінде немесе бір отбасынан 4 миллион теңгеге дейін өтеусіз және қайтарымсыз негізінде жүзеге асырылады. Жаңа тұрғылықты жері қоныс аударушылар мен қандастарға жұмысқа орналасуға, өз ісін бастауға, медициналық және оқу ұйымдарына тіркелуге көмек көрсетіледі. Және тағы да басқа қолдау түрлері бар. Мемлекеттің көмегімен жаңа жерде жаңа өмір бастайық, ағайын.